Шарттармен жұмыс істеу барысында екіден көп тармақтардан тұратын шарттармен жұмыс істеуге тура келеді. Мұндай шарттарды орындау үшін бірнеше шарт тексеру операторы қажет. Шарт тексеру операторының құрамында екінші шарт тексеру операторы қолданылса, онда мұндай шарт тексеру кірістірілген шарт тексеру деп аталады. Кірістірілген шарттарды қолданудың үш нұсқасы бар. Бұл нұсқалардың жазылу құрылымы мен сол құрылымды практикалық түрден түсінуге көмектесетін мысалдармен түсіндіріп өтетін боламын. Бірінші нұсқада бірінші егер деп бірінші шарт және бірінші командалар орындалады. Әйтпесе, егер екінші шарт және екінші командалар орындалады. Әйтпесе, үшінші командалар блогы орындалады. Есепте А саны берілген, А саның оң немесе теріс санын анықта. Егер А саны оң сан болса, онда 1 деген, теріс сан болса -1 деген, ал сан 0-ге тең болса, экранға 0 деген жауап шығуы қажет. Олай болса, мен программаны жазып қойдым. А деген бір айнымалы болғандықтан, А-ны бүтін сан деп енгізіп аламыз. Егер А-мыз 0-ге тең болса, экранға 0 деген сан шығу керек. Әйтпесе, егер А-мыз 0-ден үлкен болса, экранға 1 деген шығу керек. Әйтпесе, яғни А-мыз 0-ден кіші болса, онда экранға -1 деген сан шығу керек. Яғни бұл теріс дегенді білдіреді. Запуске береміз, сақтаймыз. Запуске берген кезде 5 деген мән берек. 5 деген мән бергенде бұл оң сан болғандықтан 1 деген жауап шықты. Дұрыс. Енді тағы запуске беремізде теріс сан берек. -9. -1 шықты. Яғни бұл теріс сан деп шықты. Өте дұрыс. Келесі запуске беремізде 0 деген сан береміз. 0 шықты. Яғни біздің есебіміз шығып тұр. Бұл білген шарттарды программалау арқылы бірінші нұсқасы болатын. Екінші нұсқада егер бірінші шарт, егер екінші шарт және бірінші командалар блогы. Әйтпесе екінші командалар блогы, әйтпесе үшінші командалар блогы. Яғни бұл жерде бірінші егер шарт кетеді, содан кейін барып әйтпесе командалар блогы жүретін болады. Есеп берілген А мен Б сандары берілген. Егер А саны 0-ден артық болса, екі санның айырмасы да 0-ден артық болса, онда екі санның айырмасын, әйтпесе екі санның қосындысын экранға шығар. Егер А 0-ден кем болса, онда экранға оның, яғни А-ның квадратын шығар деген программа құрып қойдық. Енді запуске береміз. Тағы бір түсіндіріп, екі айнымалы берілген. Ол екеуін бүтін типке енгізіп алдық. Яғни екеуіне де бүтін тип береміз. А және Б айнымалы. Егер А-мыз 0-ден үлкен болса, және екеуінің айырмасы да, А мен Б-ның айырмасы да 0-ден үлкен болса, онда екі санның айырмасын, әйтпесе екі санның қосындысын. Ал олай болмаған жағдайда, яғни 0-ден кіші болған жағдайда, А-ның квадратын экранға шығаруымыз керек. Мысалы, оң сан берек. 5 және 8 деген айнымалы мәндерін берек. Яғни екі санның қосындысын шығарды экранға. Енді біз қандай сан береміз? Тағы запуск беремізде теріс сан береміз. Мысалы, -9 және 8. Бұл кезде, яғни теріс сан болғанда, 0-ден кіші болған кезде не істедік? Біз квадратта дедік. Яғни А-ға мән бердік қой бірінші. Ол бізде теріс сан еді, оның бізге квадратын тауып берді. Енді тағы бір запуске беректе 8 бен 0-дің. Онда екеуінің қосындысын шығарып береді. Тағы мына жерде 8 бен 5-дің айырмасы. Енді тағы бір запуске берейік. 8, 5.
яғни 8 бен 5-тің айырмасы 3-ке тең екенін бізге не істеп берді? Яғни жаңа біз айттық, А мен Б-ның айырмасы да 0-ден үлкен болса, онда не істейді? Бізге аз айтады. Яғни 8 бен 5-ті алғанда 3 болады. Үшінші нұсқада, яғни егер бірінші шарт, егер екінші шарт және бірінші командалар блогы, әйтпесе екінші командалар блогы орындалады. А санының жұп не тақ болуына байланысты. Егер А саны жұп болса ғана, одан кейін Б-ның мәні тексеріледі. Ал А саны тақ болса, нәтиже ретінде экранға ештеңе шықпайды. Программа консульта. Яғни бізде А, Б екі айнымалы берілген, оны бүтін типке енгіземіз. К-ның алғашқы мәнін 0-ге теңестіре аламыз. Егерге бөлген кезде қалдық бөлігі 0-ге тең болса, яғни жұп болса, және Б-ны 2-ге бөлгенде қалдық бөлігі 1-ге тең болса, яғни тақ болса, онда К А мен Б-ның көбейтіндісіне тең. Әйтпесе, А мен Б-ның қосындысына тең. Экранға К-ны шығаруымыз керек. Запуске береміз, сақтаймыз. Экранда мән береміз. Яғни 5, 9, яғни 0. Екеуде қандай сан? Тақ сан. Еш нәрсе шықпайды. Келесі жұп мән берек. 8 және 10. 18. Екеуінің қосындысын шығарды. 6-да 7-ні берейік. Яғни біреуі жұп және біреуі тақ болса, онда екі санның көбейтіндісін шығарады.